Қазақ тілі тақырыбы «Сөмкеде не бар?» Что есть в сумке? Тыңда, қайтала. Послушай, повтори. Сөмкеде не бар? Что есть в сумке? Книга, кітап. Ластик, өшіргіш. Линейка, сызғыш. Клей, желім. Ножницы, қайшы. Карандаш, қарындаш. Ручка, қалам. Тетрадь, дәптер. Вы заметили, ребята, у нас появились два новых слова. Клей, желім, ножницы, қайшы. Запомните их. Желім, қайшы. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Посмотри на картинку, ответь на вопрос. Сөмкеде не бар? Сөмкеде кітап бар. Сөмкеде үш қарындаш бар. Остальные две картинки ответьте на вопрос «Сөмкеде не бар?» самостоятельно. Келесі тапсырма. Сұраққа жауап бер, боя. Ответь на вопрос, раскрась. Сөмкеде не бар? Что есть в сумке? Сөмкеде сызғыш бар. Жалғастыр. Жазуды үйренеміз. Учимся писать. Бастыр, сыз. Обведи, начерти. Сабақ аяқталды. Сау бол.